Сәлем достар, бүгін сіздерге ерекше тағам мидиямен палау ұсынғым келіп тұр. Сіздерге де ұнайды деп ойлаймын. Ол үшін бірінші буш өлшеп аламыз. Менде басмати сорты жуамыз. Чашыға 3 сарымсақ саламыз. Майдалаймыз. Әрі қарай сәбіз, қуа, май қосамыз. Осы уақытта күріштің бетіне осы піскен көкөністерді қоямыз. Сарымсақ қоямыз, су құямыз, тұз, бұл себетін қоямыз. Ароманы саламыз.